Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Мен бұл әңгімені ешкімге айтқым келмеген, әсіресе ұлыма. Өйткені кейбір шындықты білген кезде адамның жүрегі жеңілдемейді екен. Керісінше, бұрынғы өмірінің әрбір сәтіне күмәнмен қарай бастайды. Менің ат жөнім Күләш. Жасым 58-де. Үлкен ұлым Нұрлан 32-ке келгенде үйленді. Үйдегі жалғыз ұлым емес, одан кейін 2 қызым бар. Бірақ Нұрланның орны бөлек еді. Әкесі ерте қайтыс болғаннан кейін Нұрланды жалғыз өсірдім. Сондықтан оның үйленуі мен үшін жай ғана той емес еді. Мен баламның жарын көп күттім. Болашақ келінімнің қандай болатынын талай елестеттім. Бір күні Нұрлан: «Апа, мен үйленем» деді. Қолындағы телефонын үстелге қойып, маған қарсы отырды. Мен әдеттегідей: «Кімге?» деп сұрадым. Ол күлімсіреді. «Айдана деген қыз бар. Қайдан таныстың?» «Жұмыстан емес, достар арқылы таныстық. 2 жылдан бері араласамыз». 2 жыл. Осы сөзді естігенде ішім біртүрлі жылып кетті. Демек бұл аяқ астынан келген шешім емес. «Үйіне бардың ба?» дедім. Нұрлан бір сәт үнсіз қалды. «Апа», сол үнінен ақ бір нәрсе бар екенін сездім. «Не болды?» «Айдананың ата-анасы жоқ». Мен қолымдағы шай қасығын қойдым. «Қайтыс болған ба?» «Жоқ». «Онда қайда?» Нұрлан төмен қарады. «Ол балалар үйінде өскен». Мен үндемей қалдым. Бірақ ол кезде мен бұл сөздің кейін бүкіл өмірімді өзгертерін қайдан білейін? Өзі қай жақтың қызы? Алматы жақтан. Бірақ бала кезінен бері сонда тәрбиеленген. Мен біраз ойланып отырдым. Шынымды айтсам, алғашында көңілімде түрлі ой болған. Ата-анасы жоқ қыздың туыстары кім? Қандай отбасы? Мінезі қандай? Өмірді көрген бе? Бірақ Нұрланның жүзін көргенде бәрін қойдым. Ол бұрын соңды бір қыз туралы бұлай сөйлеген емес. «Өзі жақсы қыз ба?» дедім. Нұрлан басын көтеріп: «Өте жақсы апа. Мен оны жақсы көремін». Сол сәтте менің барлық күмәнім басылды. «Онда үйге алып кел, өзім сөйлесемін». Айдананы алғаш көрген күнім әлі есімде. Есіктен кіргенде қолында кішкентай ғана сөмкесі болды. Үстінде қарапайым ашық түсті көйлегі бар. Шашын артына жинап алған. Бояуы да тым қалың емес. Бірден көзге түскені көздер еді. Тыныш. Бірақ ішінде бір мұң бар сияқты. «Сәлеметсіз бе апа?» деді ол. «Кел, қарағым». Айдана иіліп сәлем берді. Мен оның қолынан ұстап: «Қорықпа, біздің үйге келген адам бөтен болмайды» дедім. Ол жымиып: «Рахмет апа». Сол күннен кейін мен Айдананы біртіндеп жақсы көре бастадым. Ол ешкімге қарсы сөйлемейтін, үй шаруасына көмектесетін, Нұрлан жұмыстан кешіксе күтіп отыратын. Мен кейде: «Қарағым, сен тым үндемейсің ғой» десем: «Апа, көп сөйлеуді ұнатпаймын» деп күлетін. Бірақ бір нәрсе мені үнемі ойландыратын. Айдана өзінің өткен өмірі туралы ешқашан айтпайтын. Мен де қазбаламадым. Әр адамның ішінде ешкімге айтқысы келмейтін бір жарасы болады деп ойладым. Сөйтіп тойға дайындық басталды. Тойымыз үлкен болды. Нұрлан жалғыз ұлым болған соң, қолдан келгеннің бәрін жасадым. Мейрамханаға тапсырыс бердік. Құдаларды күттік. Көйлек таңдадық. Сырға салу, ұзату, беташар. Бәрі жоспар бойынша өтті. Айдана сол күні ерекше әдемі еді. Ақ көйлегінің ішінде тұрған қызға қарап, бір сәт өзімнің жас кезімді есіме алдым. Беташарда ол иіліп сәлем салғанда, менің көзіме жас келді. Балам бақытты болсын деп іштей тілек айттым. Той үстінде адамдардың бәрі көңілді болды. Нұрлан Айданадан көзін алмай отырды. Айдана да оған қарап күлімсіреп қояды. Мен сол сәтте: балам дұрыс таңдау жасапты деп ойладым. Той аяқталды. Қонақтар тарқасты. 2 жас өздерінің пәтеріне кетті. Ал мен үйге келгенде қатты шаршағанымды сездім. Түнгі сағат 2-ден асқан. Үстел үстінде тойдан қалған бірнеше құжат, конверттер, сыйлықтардың тізімі жатыр. Мен бәрін жинап жүріп, Нұрланның құжат салған көк папкасын көрдім. Папка менің үйімде қалып қойыпты. Ертең берермін деп ойладым. Сол кезде ішінен бір қағаз жерге түсіп кетті. Мен еңкейіп алып қарадым. Бұл неке қиюға байланысты құжаттардың көшірмесі екен. Аты жөні жазылып тұр. Айдана Серік қызы. Төменде туған күні, туған жері. Сосын менің көзім бір жылға тоқтады. Ата-анасы туралы мәлімет жоқ. Мен қабағымды түйдім. Балалар үйінде өскен ғой.
деп өзімді жұбаттым. Қағазды қайта салмақ болғанымда тағы бір парақ жерге түсті. Бұл жолы басқа құжат. Мен оқи бастадым. Бір сөйлемді көргенде қолым дір ете қалды. Кәмелетке толғанға дейін тәрбиеленген мекеме, нөмір, балалар үйі. Мен орындыққа отыра кеттім. Бұл ақпаратты Нұрланнан бұрын білетінмін, бірақ дәл сол сәтте бір нәрсе мазалады. Неге? Неге оның ресми құжаттарында ата-анасы туралы еш мәлімет жоқ? Әдетте бір адамның туған жері, ата-анасы, туу туралы куәлігі болады емес пе? Мен қағаздарды қайта-қайта қарап шықтым. Сосын папканың түбінен кішкентай конверт шықты. Конверттің сыртына қолмен Айдананың жеке құжаттары деп жазылған. Мен оны ашуға ұзақ уақыт батылым бармады. Бұл дұрыс емес екенін түсіндім. Келінімнің жеке дүниесін ақтарғаным не, деп өзімді тоқтатқым келді. Бірақ әлдебір сезім қолымды жібермеді. Конвертті аштым. Ішінде бірнеше ескі қағаз болды. Бір сурет, бір анықтама. Және бүктелген кішкентай қағаз. Мен алдымен суретке қарадым. Суретте 5-6 жастағы кішкентай қыз тұр. Шашы екіге өрілген, үстінде көк көйлек, қасында бірнеше бала. Арқасында балалар үйінің ғимараты көрінеді. Суреттің артына Айдана, 2004 жыл деп жазылыпты. Мен суретті қолымда ұстап біраз отырдым. Бейшара қыз, дедім ішімнен. Сосын анықтаманы алдым. Оқып келе жатып, бір жерде тоқтап қалдым. Айдананың балалар үйіне қай жылы қабылданған жазылған. Төменде қабылдау себебі көрсетіліпті. Мен сол жылды бір рет оқыдым. Түсінбедім. Екінші рет оқыдым. Сонда да көзім сенбеді. Үшінші рет оқығанда жүрегім дүрсілдеп кетті. Қағазда бала ата-анасының қарауынсыз қалған деп тұр. Бірақ оның астында қолмен жазылған ескерту бар екен. Анасы баланы өзі әкеліп тапсырған. Мен қатып қалдым. Қалай? Егер анасы өзі әкелсе, онда неге Айдана ата-анасы жоқ деп өскен? Неге анасы баласын тастап кеткен? Ең маңыздысы, неге? Мен қағазды қайта бүктей бергенімде, кішкентай қолжазба қағаз жерге түсті. Оны аштым. Тек 2 жол ғана. Айдананы бір күн алып кетемін. Оған ешкім шындықты айтпасын. Менің жүрегім зу ете қалды. Кім жазған? Неге алып кетпек болған? Неге шындықты айтпау керек? Мен сол түні ұйықтай алмадым. Таң атқанша төсекте жатып, бір ой қайта-қайта келе берді. Күләш, бұл қыздың өткенде сен білмейтін бір нәрсе бар. Таңертең Нұрлан үйге келді. Апа, неге ұйықтамағансыз? Деді. Мен оған қарап. Нұрлан, иә? Айдананың ата-анасы туралы сен нақты не білесің? Ол бірден үнсіз қалды. Мен оның жүзіндегі өзгерісті байқадым. Неге сұрап тұрсыз? Жай сұрап тұрған жоқпын. Нұрлан маған тік қарады. Апа, мен сізге бәрін айттым ғой. Айдана балалар үйінде өскен, оның ата-анасы жоқ. Сен оның анасы өзі тастап кеткен білесің бе? Нұрланның өңі өзгеріп кетті. Не? Мен үстел үстіне қағазды қойдым. Ол алып оқи бастады. Бірнеше секундтан кейін басын көтерді. Бұл қайдан шыққан? Сенің папкаңнан. Нұрлан үндемеді. Нұрлан, дедім жай ғана. Мен келініңді жамандағым келмейді. Мен оның өткен қазғым да келмейді. Бірақ мына жерде бір құпия бар. Ол қағазға қайта қарады. Айдана мұны білмейді, деді. Қайдан білесің? Өзі айтқан. Не деді? Нұрлан күрсінді. Ол кішкентай кезінде анасы қайтыс болды деп ойлаған. Балалар үйіндегі тәрбиешілерде нақты ештеңе айтпаған. Кейін құжаттарын алғанда ата-анасы туралы ақпарат болмаған. Менің жүрегім ауырды. Онда мынау не? Нұрлан жауап бере алмады. Сол кезде телефоны шырылдады. Экранға қарады. Айдана қоңырау шалып тұр екен. Нұрлан көтерді. Иә жаным. Бірнеше секунд тыңдап тұрды. Сосын қабағы өзгерді. Қазір қайдасың? Тағы тыңдады. Жақсы, мен қазір барам. Телефонды қойды. Не болды? Дедім. Нұрлан орнынан тұрып. Айдана балалар үйіне барды. Неге? Білмеймін. Ол есікке қарай жүрді. Бірақ шығар алдында артына бұрылып. Апа, мына қағаздарды ешкімге көрсетпеңіз. Мен үндемедім. Есік жабылды. Мен жалғыз қалдым. Ал алдында жатқан кішкентай қағазға тағы бір рет қарадым. Айдананы бір күні алып кетемін. Оғам ешкім шындықты айтпасын. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Бұл жазбаны Айдананың анасы жазбаған болуы да мүмкін. Өйткені жазбаның соңында
Менің жүрегімді тоқтата жаздаған бір белгі бар еді. Бұрышында біздің ауылдағы ескі әулеттің таңбасы салынған болатын. Ал ол таңбаны мен бала кезімнен бері жақсы білетінмін. Таңертең Нұрланның үйден шығып кеткеннен кейін мен ұзақ уақыт орнымнан қозғала алмадым. Алдында жатқан әлгі кішкентай қағаз көз алдынан кетпеді. Айдананы бір күні алып кетемін. Оған ешкім шындықты айтпасын. Ең қорқыныштысы қағаздың бұрышындағы белгі. Біздің әулеттің таңбасы. Оны кез келген адам сала алмайтын. Менің әкем сол таңбаны ескі сандықтарына ойып салатын. Ағаларым да танитын. Тіпті біздің ауылдағы үлкендер де бұл таңбаның қай әулетке тиесілі екенін білетін. Бұл мүмкін емес. Өзіме қайта-қайта осы сөзді айттым. Айдана біздің әулеттен болуы мүмкін емес еді. Мен оның жасын білемін, туған жылын білемін. Менің ағайындарымның ешқайсысы сол жылдары сәби жоғалтқан жоқ. Ең болмаса менің білетінім сол. Бірақ адамның білмейтіні кейде білгеннен әлі қайда көп екен. Нұрлан түске дейін қайтып келмеді. Мен шыдамай телефон соқтым. Балам, қайдасың? Апа, балалар үйінің архивін қарап жатырмыз. Біз дегенің кім? Ар жақтан үнсіздік болды. Айдана екеуміз. Не тауып жатырсыңдар? Әзірге ештеңе жоқ. Оның даусы ауыр шықты. Апа, кейін сөйлесейік. Телефон өшті. Мен орнымнан тұрып қайта-қайта бөлме ішінде жүре бастадым. Ішім бір нәрсені сезді. Бұл істің артында қарапайым құпия жоқ. Кешке қарай Нұрлан келді. Есіктен кіргенде ақ шаршағаны көрініп тұрды. Айдана қайда? Дедім. Үйінде. Өзіне дейді. Нұрлан күрсінді. Ол балалар үйіне не үшін барғанын білесіз бе? Жоқ. Оған біреу хабарласқан. Менің жүрегім дүрс етті. Кім? Білмейді. Қалай білмейді? Телефон нөмірі жасырын болған. Бір әйел қоңырау шалыпты. Мен орындыққа отырдым. Не деген? Нұрлан маған қарап. Сенің анан туралы шындықты білгің келсе, балалар үйінің архивіне бар деген. Менің денем мұздап кеткендей болды. Қашан? Бүгін таңертең. Ол әйелдің аты кім? Айдана сұраған, бірақ әйел айтпаған. Мен біраз уақыт үндемедім. Сосын, балам. Иә? Сен әлгі қағазды көрдің ғой? Көрдім. Меніңше бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Нұрлан қабағын түйді. Апа, мен де солай ойлап тұрмын. Сол кезде ол қалтасынан ескі конверт шығарды. Мұныны бүгін архивтен таптық. Конверттің түсі сарғайып біткен. Сыртында Айдана Серік қызы, жеке ісі деп жазылған. Ішінде не бар? Дедім. Толық қарамадым. Неге? Айдана өз қолымен ашқысы келді. Мен ұлымның қолындағы конвертке қарап отырып. Оны ашу керек, дедім. Нұрлан басын шайқады. Апа, бұл оның өмірі. Білемін. Сондықтан шешімді өзі қабылдауы керек. Мен үнсіз қалдым. Ол орнынан тұрып. Бірақ бір нәрсе бар. Не? Архивтегі қызметкер бізге бір қызық нәрсе айтты. Қандай? Нұрлан маған тік қарады. Айдананың жекесі бір рет бұрында сұралған екен. Кім сұраған? Білмейді. Қашан? Осыдан 3 ай бұрын. Менің жүрегім қайта соғуын жылдамдатты. 3 ай бұрын? Иә. Тойға дейін бе? Иә. Мен орнымнан тұрып кеттім. Онда біреу Айдананы тойдан бұрын іздеген. Нұрлан үндемеді. Сол түні Айдана біздің үйге өзі келді. Есікті ашқанда жүзі өзгеріп кеткенін бірден байқадым. Әдетте күлімдеп күлетін, бұл жолы көздері қызарып. Апа, кел қарағым. Ол ішке кірді, бірақ отыра алмай біраз тұрды. Сіз менің балалар үйіндегі құжаттарымды көрдіңіз бе? Мен өтірік айта алмадым. Иә. Айдана басын төмен түсірді. Нұрлан айтты ма? Жоқ, өзін көрдім. Ол біраз үнсіз отырды. Мен сізден бір нәрсе сұрайынша? Сұра. Сіз мені тойға дейін де жақсы көрдіңіз бе? Мен таңқалдым. Неге бұлай сұрап отырсың? Себебі менің өткенімді білгеннен кейін сіздің маған деген көзқарасыңыз өзгеріп кетеді деп қорқам. Мен оның қолынан ұстадым. Айдана,
Сенің жетімдер үйінде өскенің сенің кінәң емес. Ол көз жасын сүртті. Бірақ мен өзінде кім екенімді білмеймін, апа. Бұл сөз маған қатты батты. Мені білмейсің? Менің анам кім? Үнсіздік. Неге мені тастап кетті? Тағы үнсіздік. Неге ол мені ешқашан іздемеді? Мен жауап бере алмадым. Айдана сөмкесінен бір сурет шығарды. Суретті көргенде менің жүрегім дір ете қалды. Бұл баяғы сурет. Бірақ мен байқамаған бір нәрсе бар екен. Суреттің артында тағы бір жазу болған. Айдана суретті маған берді. Мынау жазуды бүгін ғана байқадым. Мен оқыдым. Қызынды кешір. Бір күні бәрін түсінесің. Менің қолым қалтырап кетті. Бұл қашан жазылған? Сурет балалар үйіне тапсырылған жылы. Мұны саған кім берді? Архив қызметкері. Мен оған қарадым. Айдана. Иә? Сенің анаң туралы біреу біледі. Ол көзін көтерді. Сіз де солай ойлайсыз ба? Иә. Онда неге мен осы уақытқа дейін ешкім іздемеген? Мен жауап бере алмадым. Келесі күні мен өзім балалар үйіне баруға шешім қабылдадым. Нұрлан. Апа, жалғыз бармаңыз, деді. Мен жалғыз бармаймын. Кіммен? Сенімен. Екеуміз жолға шықтық. Балалар үй қаланың шетінде орналасқан екен. Ескі ғимараттың сыртқы қабырғалары жаңартылғанмен, ішіндегі дәліздерден өткен ғасырдың иісі сезілетіндей. Бізді архив қызметкері қарсы алды. 50-ге жақындаған әйел, аты Салтанат. Айдананың құжаттарын іздеген сіздер ме? Иә, дедім. Ол бізге біраз қарап тұрды. Сіз Айдананың енесісіз бе? Иә. Салтанат бірден жүзін өзгертті. Онда сізге бір нәрсе айтуым керек. Не? Ол есікті жауып алды. Айдананың ісінде бір құпия бар. Менің жүрегім шым етті. Қандай? Оның құжаттары бірнеше рет өзгертілген. Қалай? Кейбір мәліметтер кейіннен қайта жазылған. Нұрлан алға шықты. Кім өзгерткен? Білмеймін. Құжатта қол бар ма? Салтанат басын изеді. Бір жерде бар. Ол шкафтан қалың папка шығарды. Бірнеше бет ақтарып отырып, бір құжатты көрсетті. Мынау. Нұрлан қағазды алды. Мен де жақындадым. Құжатта Айдананың балалар үйіне қабылданған күні жазылған. Бірақ төменде тағы бір дата бар. Құжат қайта рәсімделді. 2007 жыл. Айдана 2004 жыл туған ғой, дедім. Иә. Онда неге 3 жылдан кейін қайта рәсімделген? Салтанат жауап бермеді. Мұнда не болған? Әйел біраз үнсіз тұрып. Сол жылы Айдананы бір отбасы асырап алуға әрекет жасаған. Нұрлан бірден. Қандай отбасы? Құжатта толық жазылмаған. Неге? Себебі рәсім аяқталмаған. Неге аяқталмаған? Салтанат бізге қарады. Сол отбасы соңғы сәтте баладан бас тартқан. Айдананың жүзін елестетіп, ішім ауырды. Олар неге бас тартқан? Себебін бізге айтпаған. Мен. Сол отбасы туралы мәлімет бар ма? Салтанат біраз ойланып. Бір ғана нәрсе бар. Не? Ол ескі папканың арасынан бүктелген қағаз шығарды. Қағазда бір отбасының аты жөні жазылған. Мен оқи бастадым. Бірінші жолда оқығанда түсінбедім. Екінші жолда көзім тоқтады. Ал үшінші жолға келгенде қолынан қағаз түсіп кете жаздады. Өйткені сол жерде тұрған фамилия менің өз әулетімнің фамилиясы еді. Мен Нұрланға қарадым. Ол да өңі қашып қағазға қарап тұрды. Апа, мен жауап бере алмадым. Салтанат бізге кезек-кезек қарады. Сіз бұл адамдарды танисыз ба? Мен жұтынып, танимын. Кімдер? Мен қағазды қайта алдым. Сол сәтте 20 жылдан астам уақыт бойы ұмыт болып кеткен бір адамның есімі көз алдыма келді. Менің туған ағамның аты. Бірақ ең қорқыныштысы бұл емес еді. Оның қасында жұбайы Мәриям деп жазылған. Мәриям. Мен бұл әйелді де білетінмін, және оның бір кездері баласынан айырылғанын білетінмін. Мен орындыққа отыра кеттім. Нұрлан. Апа, сіз не білесіз? Мен оған жауап бере алмадым. Өйткені дәл сол сәтте менің есіме 25 жыл бұрынғы бір оқиға түсті. Сол оқиғада жоғалған сәби туралы бүкіл ауыл ұзақ уақыт сөйлескен еді. Ал мен сол оқиғаның куәгерлерінің бірі болғанмын. Балалар үйінің архивінде отырған сол сәтте менің бүкіл денем мұздап кеткендей болды. Қолымдағы қағазға қайта-қайта қарап отырдым. Онда анық жазылған.
Бала асырап алуға үміткер Сейітов Қанат, жұбайы Мәриям. Қанат менің туған ағам, Мәриям оның әйелі. Ал Айдана олардың баласы болуы мүмкін бе? Мен бұл ойды бірден қабылдай алмадым. Апа, сіз бұл адамдарды шынымен танисыз ба? Деді Нұрлан. Мен басымды изедім. Қанат менің ағам. Нұрланның көзі бақырайып кетті. Сонда Айдана... Білмеймін, дедім дереу. Әлі ештеңе білмеймін. Салтанат бізге үнсіз қарап отырды. Құжатта асырап алу аяқталмаған деп тұр, деді ол. Бірақ неге? Дедім. Себебі отбасы құжатты соңына дейін рәсімдемеген. Неге? Салтанат иығын көтерді. Ол туралы толық ақпарат жоқ. Менің жүрегім қысылды. Қанат пен Мәриямның баласы болмаған мен жақсы білетмін. Үйленгендеріне 10 жылдан асқанда да балалар болмады. Содан кейін бір кезде Мәриямның жүкті болғанын естігенбіз. Бірақ баланың дүниеге келгенін ешкім көрмеді. Мен ол кезде бұл тақырыпты сұрамадым. Өйткені Мәриямның жағдайы қиын болған. Бірақ кейін Қанат маған бала шетінеп кетті деген. Мен сенгенмін, солай ғана. Енді 20 жылдан кейін сол сөздің артында басқа шындық тұрғанын сезіп отырдым. Сізге тағы бір нәрсе көрсетуім керек, деді Салтанат. Ол басқа шкафқа барып, бірнеше ескі папканы шығарды. Бірінен сурет алды. Бұл Айдана балалар үйіне келген кездегі суреттердің бірі. Суретті қолыма алдым. Кішкентай Айдана терезенің алдында тұр. Қасында бір әйел бар. Мен суретке үміле қарадым. Әйелдің жүзі анық көрінбейді, бірақ оның қолындағы жүзік бірден көзіме түсті. Менің тынысым тарылып кетті. Бұл жүзікті мен таныдым. Мәриямның жүзігі. Мен оны талай рет көргенмін. Бұл Нұрлан. Не болды? Мен суретті көрсеттім. Мына жүзікті қара. Нұрлан түсінбей тұрды. Не бар? Бұл Мәриямның жүзігі. Салтанат. Сіз нақты сенімдісіз бе? Иә. Мен еш қателеспейтін едім. Мәриямның анасы қайтыс болғанда, оған осы жүзікті берген. Жүзіктің ортасында кішкентай көк тас болатын. Суреттегі әйелдің қолында дәл сондай жүзік. Менің жүрегім атқақтап кетті. Бұл сурет қашан түсірілген? Дедім. Айдана келгеннен бірнеше күн бұрын. Яғни, анасы оны осында әкелген болуы мүмкін бе? Салтанат үндемеді. Мүмкін, деді біраздан кейін. Нұрлан орындыққа отыра кетті. Сонда менің әйелімнің анасы, менің анамның ағасының әйелі болуы мүмкін бе? Мен оған қарадым. Олай деп айтуға әлі ерте, бірақ ішімдегі күмән енді күмән емес еді. Ол қорқынышты шындыққа айнала бастаған. Балалар үйінен шыққан соң көлікте ұзақ уақыт ешкім сөйлемеді. Нұрлан рөлде отыр. Мен терезеге қарап келем. Бір кезде ол: «Апа, біз қазір не істейміз?» Қанат ағамен сөйлесеміз. Қазір ме? Иә. Ол шындықты айта ма? Мен терең дем алдым. Егер ол ештеңе жасырмаса, айтады. Ал егер жасырса? Мен үндемедім. Себебі дәл осыдан қорқып келе жатқанмын. Қанат ағамның үйіне кешке бардық. Есікті Мәриям ашты. Мені көргенде қуанып: «Күләш, сен бе? Келіңдер», деді. Бірақ менің қасындағы Нұрланды көргенде жүзі өзгерді. Не болды? Мен ішке кірдім. Қанат диванда отыр екен. «Аға, біз сөйлесуіміз керек». Ол бірден: «Не болды?» деді. Мен бірден Айдананың атын атамадым. «Аға, сен 20 жылдан бұрын бір қызды асырап алмақ болғансың ба?» Қанаттың жүзі бір сәтте ағарып кетті. Мәриямның қолындағы кесе дір етіп үстелге тиіп кетті. Мен олардың реакциясын көріп, бәрін түсіндім. Олар бір нәрсені біледі. «Неге сұрап отырсың?» деді Қанат. «Жауап бер». «Жоқ». «Аға, жоқ» дедім. Мәриям көз жасын сүртіп: «Күләш, бұл әңгімені қозғама». Мен оған бұрылдым. «Неге?» «Өйткені өткенді қазудың қажеті жоқ». «Қажеті бар». Нұрлан орнынан тұрды. «Апа». Мен оны тоқтаттым. «Жоқ, балам, бүгін бәрін білуіміз керек». Қанат маған қатты қарап: «Сен ештеңе білмейсің». Мен үстел үстіне балалар үйінен алған қағазды қойдым. Ол қағазға қараған сәтте түсі өзгерді. «Бұл қайдан?» «Архивтен». Мәриям орнынан тұрып: «Қанат, үндеме», деді ол. Мен оның даусынан қорқынышты байқадым. «Аға, Айдана деген қызды білесің бе?»
Қанат көзін жұмды. Бірнеше секунд бойы үнсіз отырды. Сосын, қай Айдана? Менің жүрегім шым етті. Менің келінім Айдана. Қанат маған қарады. Сосын Нұрланға. Содан кейін қайтадан маған. Неге сұрап тұрсың? Мен жай ғана, өйткені оның балалар үйіне түскен құжатында сенің атын тұр. Үй ішіне өлі тыныштық орнады. Мәриям жылап жіберді, ал Қанат ештеңе айтпады. Мен оның үнсіздігінен ақ жауапты түсіндім. Апа, деді Нұрлан ақырын. Мен сыртқа шығайын ба? Жоқ. Мен Қанатқа қарап. Аға, Айдана сенің қызың ба? Мәриям жылап, жоқ, деді. Қанат оған бірден қарады. Мәриям, жоқ, деді ол тағы да. Оны бұл іске араластырмаңыздар. Мен оның алдына барып, егер Айдана сенің қызың болмаса, неге сенің атың оның асырап алу құжатында тұр? Мәриям үнсіз қалды. Қанат орнынан тұрып, өйткені біз оны асырап алмақ болдық. Неге? Өзіміздің баламыз болмады. Бірақ сендерге бала берілмеді ме? Қанат терең дем алды. Берілді. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қай бала? Қанат жауап бермеді. Мәриям көзін жұмып, Айдана. Мен оның аузынан шыққан есімді естігенде орнынан қозғала алмай қалдым. Сонда Мәриям басын изеді. Иә. Нұрлан, Айдана, сіздердің қызыңыз ба? Мәриям жылап жіберді. Жоқ, биологиялық қызымыз емес. Мен. Онда не болды? Қанат терезеге қарап. Біз оны асырап алмақ болдық. Бірақ бір күн қалғанда бәрі өзгерді. Неге? Ол маған қарап. Өйткені оның анасы тірі еді. Менің денем түршікті. Не дедің? Анасы тірі еді. Бірақ құжатта ата-анасы жоқ деп көрсетілген. Солай жазылды. Кім жазды? Қанат жауап бермеді. Мен дауысымды көтердім. Кім? Ол. Оның анасы өзі талап етті. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Неге? Мәриям жылап. Өйткені ол қызын біреуден жасырып жүрді. Кімнен? Екеуі де үндемеді. Мен. Кімнен жасырып жүрді? Қанат маған тік қарап. Сенен. Менің денем мұздап кетті. Менен? Иә. Неге? Қанат жауап берместен бұрын ұзақ үнсіз отырды. Сосын. Өйткені ол әйел сенің отбасымен байланысты еді. Менің басым айналып кеткендей болды. Қандай байланыс? Қанат жауап беруге үлгермеді. Сол сәтте есік қағылды. Үйдегілердің бәрі жалт қарады. Қанаттың жүзі әп-сәтте өзгерді. Кім? Деді Мәриям. Есіктің ар жағынан әйелдің дауысы естілді. Мәриям, менмін. Мәриям орнынан тұрып есікке жақындады. Есікті ашқанда босағада жасы 60-қа таяған бейтаныс әйел тұрды. Ол мені көргенде тоқтап қалды. Мен де оны көріп орнынан тұрып кеттім. Өйткені оның жүзін бірден таныдым. Бұл әйелді мен 25 жыл бұрын көргенмін. Ол кезде ол алдағы перзентханада жұмыс істейтін. Ал ең қорқыныштысы, ол әйелдің қолында ескі қара сөмке бар еді. Сол сөмкені мен 25 жыл бұрында көргенмін. Әйел менің көзіме қарап, Күләш, деді. Менің жүрегім дүрс ете қалды. Сіз әлі тірісіз бе? Ол басын төмен түсірді. Мен сенің маған бұл сұрақты бір күні қоятыныңды білетінмін. Нұрлан антаң болып. Сіз кімсіз? Әйел оған қарады. Мен сенің келініңнің туған анасы туралы шындықты білетін адаммын. Менің тынысым тарылды. Айдананың анасы кім? Әйел сөмкесін ашып, ішінен ескі сурет шығарды. Суретті маған созды. Мен суретке қарадым. Алғашқы секундта ештеңе түсінбедім. Сосын суреттегі жас әйелдің жүзін таныдым. Бұл Мәриям емес еді. Бұл басқадан. Бірақ оның қасында тұрған кішкентай қыз Айдананың бала кезіндегі суретімен бірдей еді. Мен әйелге қарадым. Бұл кім? Ол Ақан. Айдананың анасы. Мен. Аты кім? Әйелдің көзіне жас келді. Гүлнар. Менің жүрегім қайтадан дір ете қалды. Гүлнар. Бұл есім менің өткен өмірімде бір ғана адаммен байланысты еді. 25 жыл бұрын ауылдан жоғалып кеткен әйел. Мен оны өлді деп ойлағанмын. Ал енді оның қызы менің үйіме келін болып кіріп кеткен еді. Гүлнар. Бұл есімді естіген сәтте менің көз алдыма 25 жыл бұрынғы ауылдың бейнесі келді.
Жаз, аптап ыстық. Ауылдың шетіндегі ескі үйлер. Сол кезде мен 30-дан енді ғана асқаны еледім. Бәріміз жас едік. Бәріміздің арманымыз көп болатын. Ал Гүлнар менің ең жақын құрбым еді. Ол менен 2 жас кіші болатын. Екеуміз бір көшеде өстік. Бірге мектепке бардық. Бірге сырластық. Тіпті бір-біріміздің үйімізге ескертпей кіріп шығатынбыз. Мен оның барлық сырын білетінмін деп ойлайтынмын. Бірақ қателесіппін. Мен оның ең үлкен құпиясын білмеппін. Сіз Гүлнарды қайдан білесіз? Деді Нұрлан әлгі әйелге. Әйел маған қарап. Күләш өзі айтып берсін. Мен үндемедім. Мәриям көз жасын сүртіп отыр. Қанат басын төмен түсірген. Ал бейтаныс әйел үнсіз тұр. Сол сәтте мен 25 жыл бұрынғы күндерді есіме түсіре бастадым. Гүлнардың күйеуі Саян деген жігіт еді. Екеуі үйленгенде ауылдың бәрі бір-біріне қатты ұқсайды екен деп әзілдейтін. Екеуі де сабырлы, екеуі де көп сөйлемейтін. Бірақ Саянның мінезі ауыр болатын. Ол қызғаншақ еді. Гүлнардың қайда барғанын, кіммен сөйлескенін үнемі сұрайтын. Бір күні Гүлнар менің үйіме жылап келді. Күләш, не болды? Мен кеткім келеді. Қайда? Білмеймін, тек осы үйде қала алмаймын. Мен оның қолынан ұстап, не болды? Ол біраз үнсіз отырды. Сосын, Саян мені ұрып жүр. Менің жүрегім ауырды. Неге полицияға бармайсың? Ол басын шайқады. Балам бар. Сол кезде Гүлнардың аяғы ауыр болатын. Бірақ оның жүкті екенін ауылда көп адам білмейтін. Қанша ай болды? Дедім. 5 ай. Неге жасырдың? Саян балаңның дүниеге келгенін қаламайды. Мен шошып кеттім. Қалайша? Гүлнар жылап. Ол бала менікі емес деп ойлайды. Мен оның сөзін түсінбей қалдым. Не айтып тұрсың? Саян мені біреумен жүр деп күдіктенеді. Ал сен? Мен ешкіммен жүрген жоқпын. Мен оған сендім. Өйткені Гүлнар қандай адам екенін жақсы білетінін. Бірнеше айдан кейін Гүлнар жоғалып кетті. Бір күні таңертең оның үйіне барсам, есігі құлыптаулы. Көршілер, түнде кетіп қалыпты, деді. Қайда? Білмейміз. Мен Саяннан сұрадым. Ол, өзі кетіп қалды, деді. Қайда? Білмеймін. Ал баласы? Саян үндемеді. Мен оның жүзіне қарап, Гүлнар босанды ма? Ол маған қарамай. Бала шетінеп кетті, деді. Мен сендім. Өйткені бірнеше күннен кейін ауылда Гүлнардың сәбиі шетінепті деген әңгіме тарады. Ал Гүлнардың өзі ешқашан оралмады. Ол өлген жоқ, деді әлгі әйел. Мен қазіргі уақытқа қайта оралдым. Не? Гүлнар өлген жоқ. Менің жүрегім қатты соқты. Қайда ол? Әйел басын төмен түсірді. Мен оны соңғы рет 24 жыл бұрын көрдім. Қайда? Теміржол вокзалында. Неге? Ол қызын алып қашып бара жатқан. Менің бойымда діріл басты. Қызын? Иә. Бірақ Гүлнардың баласы өлді деген әйел сөзінді бөліп. Өтірік. Үй ішіне тыныштық орнады. Мен Қанатқа қарадым. Ол басын көтере алмады. Сендер бәрін білдіңдер ме? Қанат ақырын. Кейін білдік. Қашан? Гүлнар жоғалғаннан кейін. Неге маған айтпадыңдар? Қанат көзін жұмды. Өйткені Гүлнардың өзі сенің ештеңе білмегеніңді қалады. Мен орнымнан тұрып кеттім. Неге? Қанат. Себебі сенің отбасының ішінде бір адам Гүлнарды іздеп жүрген. Менің жүрегім шым етті. Кім? Ол үндемеді. Мен қаттырақ. Кім? Сол кезде әлгі әйел. Саян. Мен қатып қалдым. Саян неге оны іздеді? Өйткені Гүлнардың қызын тірі қалдырғысы келмеді. Нұрлан. Не үшін? Әйел оның жүзіне қарап. Өйткені баланың әкесі Саян емес еді. Үй ішіндегі ауа бірден ауырлап кеткендей болды. Мен ештеңе айта алмадым. 25 жыл бұрынғы оқиға көз алдында қайта жанданды. Гүлнардың жылағаны. Саян мені ұрады дегені. Оның ішіндегі баласы. Сосын жоғалып кетуі. Бәрі бір-бірмен байланысып келе жатты. Баланың әкесі кім? Деп сұрадым. Әйел жауап бермеді. Айтыңыз. Мұны Гүлнар өзі айтқысы келген. Қазір ол қайда? Білмеймін. Мен шошып кеттім. Сонда сіз Гүлнарды соңғы 24 жыл бұрын көрдіңіз бе? Иә. Ал айдана? Оны мен балалар үйіне апарған білем. Неге? Әйелдің көзіне жас келді. Гүлнар қызын жалғыз өсіре алмайтынын түсінді. Бірақ неге өзі тастады? Ол тастаған жоқ. Әйелдің дауысы қатты шықты. Ол қызын аман алып қалу үшін уақытша ғана тапсырған.
Менің жүрегім қысылды. Одан кейін не болды? Әйел басын шайқады. Сол күні Гүлнардың соңынан біреу түсті. Кім? Саян. Қанат осы жерде сөзге араласты. Күләш, біз Айдананы асырап алмақ болғанымыздың себебі де осы. Мен оған қарадым. Не үшін? Гүлнар бізден көмек сұрады. Сендерге өзі келді ме? Иә. Қашан? Қызын балалар үйіне тапсырғаннан кейін. Неге? Қанат ауыр күрсінді. Ол бізге, егер менімен бірдеңе болса, қызыңды сендер алып қалыңдар деді. Мен көзімді жұмдым. Неге маған айтпадың? Гүлнар сенің басыңды қатерге тіккісі келмеді. Мен оның құрбысы едім. Сол үшін де. Менің көзіме жас келді. Осы уақытқа дейін мен Гүлнарды тастап кеткен адам деп ойлаппын. Ал ол, қызын аман сақтау үшін өзі жоғалып кеткен екен. Бірақ неге Айдана жетімдер үйінде қалды? Деді Нұрлан. Қанат. Біз оны асырап алмақ болдық. Сосын, соңғы сәтте Гүлнардың өзі бізге хабарласты. Не деді? Қанаттың даусы дірілдеді. Айдананы ешкімге бермеңдер. Оның шын тегін ешкім білмеу керек деді. Неге? Себебі Саян қызын іздеп жүрген. Нұрлан маған қарады. Апа, сонда Айдананың фамилиясы да әдейі өзгертілген бе? Қанат басын изеді. Иә. Менің жүрегім ауырды. Ал оның шын әкесінің аты кім? Қанат көзін төмен түсірді. Оны Гүлнар ғана білетін. Сендер білмейсіңдер ме? Жоқ. Мен бір сәт жеңіл дем алдым. Бірақ сол кезде әлгі әйел. Мен білем деді. Бәріміз оған қарадық. Сіз? Ол басын изеді. Гүлнар маған бәрін айтқан. Мен оған жақындадым. Онда айтыңыз. Әйел сөмкесін қайта ашты. Ішінен тағы бір ескі конверт алды. Бұл конвертті Гүлнар маған 24 жыл бұрын берді. Неге? Егер қызым бір күні мені іздесе, осыны бер деді. Нұрланның тынысы тарылды. Ішінде не бар? Әйел конвертті маған ұсынды. Оны сіз ашыңыз. Мен қолымды создым. Бірақ конвертті ашпай тұрып, неге маған? Дедім. Әйел. Өйткені бұл хат сізге арналған. Мен қатып қалдым. Маған? Иә. Мен конвертті аштым. Ішінен бір ғана хат шықты. Қағаздың бірінші жолында. Күләш, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, менің қызын сені келін етіп үйіңе кіргізген екен. Менің көзім қарауытып кетті. Қолымдағы қағазды түсіріп ала жаздадым. Апа, не жазылған? Мен әрі қарай оқыдым. Хаттың соңына қарай келгенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Айдананың әкесі сенің өз отбасындағы адам деп жазыпты. Мен қағазды қолымнан түсіріп алдым. Жоқ. Мен басымды шайқадым. Бұл мүмкін емес. Бірақ хаттың келесі бетінде бір ғана есім жазылған еді. Сол есімді көргенде менің көз алдым қарауытып кетті. Өйткені ол адам 25 жыл бойы менің ең жақын туысым болып келген еді. Хаттағы есімге ұзақ қарап отырдым. Көзім сол бір ғана есімнен айырылмады. Саян. Менің қолым қалтырап кетті. Бұл Саян ба? Деді Нұрлан. Мен жауап бере алмадым. Ол хатты қолымнан жұлып алғандай алып, өзі оқи бастады. Бірнеше секундтан кейін оның жүзі өзгерді. Апа, мен үндемедім. Сонда Айдананың әкесі Саян ба? Хатта солай жазылған. Нұрлан орнынан тұрып кетті. Бірақ жаңа ғана сіздер оның әкесі басқа адам болуы мүмкін дедіңіздер. Қанат басын төмен салды. Біз де нақты білмедік. Ал қазір? Қанат үнсіз қалды. Мен оның иығынан ұстап. Аға, сен мұны бұрыннан білдің бе? Жоқ. Өтірік айтпа. Күләш, мен шынымен білмедім. Онда неге Гүлнардың хатында Саянның аты тұр? Қанат жауап бере алмады. Сол кезде Мәриям орнынан тұрып. Өйткені Гүлнар Саянды әдейі солай көрсеткен болуы мүмкін деді. Мен оған бұрылдым. Не үшін? Қызым қорғау үшін. Менің басым айналып кетті. Қалай? Мәриям көз жасын сүртті. Егер біреу Айдананың шын әкесін іздесе, Саянның атына тоқтайды. Ал шындық басқа жерде болуы мүмкін. Мен хатқа қайта қарадым. Бір сәтке үміт пайда болды. Мүмкін бұл да алдау шығар. Бірақ Гүлнар не үшін мұндай хат жазды? Сол кезде есік ашылды. Бәріміз жалт қарадық. Есікте Айдана тұр. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Айдана? Ол ешкімге қарамай ішке кірді. Көздері жасқа толы. Мен бәрін естідім.
Нұрлан оған қарай жүгірді. Жаным, Айдана қолын көтеріп. Жоқ, ол маған қарады. Апа, менің әкем кім? Мен жауап бере алмадым. Айдана, мен сұрап тұрмын. Біз әлі нақты білмейміз. Ол күліп жіберді, бірақ ол күлкі емес еді. 25 жыл бойы мен ешкімге керек болмадым деп ойладым. Олай емес. Онда неге мені ешкім іздемеді? Мен оның қолынан ұстадым. Сенің кінәң жоқ. Мен білемін. Ол көз жасын сүртті. Бірақ менің кім екенімді білуге құқығым бар. Нұрлан оған жақындады. Біз бірге білеміз. Айдана оған қарап. Сен менімен бірге боласың ба? Әрқашан. Менің көзіме жас келді. Өйткені сол сәтте мен келінімді емес, тағдырының жауабын іздеп жүрген бір баланы көрдім. Кешке біз бәріміз менің үйіме жиналдық. Айдана үнсіз отырды. Нұрлан оның жанынан шықпады. Мен үстелге Гүлнардың хатын қойдым. Біз бір нәрсені анықтауымыз керек. Нені? Деді Айдана. Саян шынымен сенің әкең бе? Айдана басын төмен түсірді. Мен Саян деген адамның атын балалар үйіндегі құжаттардан көргенмін. Мен жалт қарадым. Не? Бір рет. Қай құжаттан? Онда толық жазылмаған, бірақ Саян деген есім болған. Нұрлан, неге бізге айтпадың? Мен оны маңызды деп ойламадым. Менің денем мұздап кетті. Демек бұл есім Айдананың өмірінде бұрыннан бар. Сол түні біз Саянды іздей бастадық. Бірақ оның бұрынғы мекенжайы жоқ. Телефоны жоқ, әлеуметтік желіде жоқ. 25 жыл бұрынғы таныстардың көбісі басқа жаққа көшіп кеткен. Бірақ Қанат бір нәрсені есіне түсірді. Оның бір досы бар еді. Кім? Талғат. Қайда тұрады? Алматыда болуы керек. Нұрлан бірден телефон соқты. Бірнеше қоңыраудан кейін таптым деді. Талғатпен сөйлестік. Ол Саян туралы сұрағанда біраз үнсіз отырды. Сосын Саянды неге іздеп жүрсіңдер? Деді. Мен Гүлнардың қызы туралы шындық керек. Ар жақтан ұзақ үнсіздік болды. Сосын Талғат, ол қыз тірі ме? Деп сұрады. Айдана бірден маған қарады. Менің жүрегім соғып кетті. Иә. Талғаттың даусы өзгерді. Онда Саянның әлі де қорқатын себебі бар. Неден қорқады? Өйткені ол қыздың әкесі емес. Менің жүрегім бір сәт жеңілдегендей болды. Онда кім? Талғат. Мұны Саянның өз айтуы керек. Ол қайда? Мен оның тұрған жерін білмеймін. Сіз білесіз? Жоқ. Өтірік айтпаңыз. Талғат ауыр күрсінді. Ол маған бір ғана өтініш қалдырған. Қандай? Егер бір күні Айдана оны іздеп келсе, Талғат тоқтады. Не? Оған бір мекенжай беруің керек. Қай мекенжай? Талғат адрес айтты. Мен жазып алдым. Бұл қаланың шетіндегі шағын ауыл. Таңертең Нұрлан, Айдана және мен жолға шықтық. Жол бойы ешкім көп сөйлемеді. Айдана терезеге қарап отырды. Бір кезде, апа, иә? Егер менің әкем жаман адам болып шықса ше, мен оның қолын қыстым. Сен оның қателік емессің. Ал егер анам мені тастап кеткен болса, ол сені тастамаған. Қайдан білесіз? Себебі сені қорғау үшін өмір бойы құпия сақтаған. Айдана көзін жұмды. Бірнеше минуттан кейін, мен анамды кешіргім келеді, деді. Мен оның сөзін естігенде жүрегім ауырды. Біз көрсетілген мекенжайға жеттік. Ескілеу үй. Ауласы таза. Қақпаның жанында кішкентай орындық тұр. Нұрлан есікті қақты. Ешкім ашпады. Тағы қақты. Үнсіздік. Сосын көрші үйден қарт әйел шықты. Кімді іздеп жүрсіңдер? Саянды. Әйел бізге қарап, кешігіп қалдыңдар. Менің жүрегім зу етті. Неге? Ол кеше қайтыс болды. Айдана қабырғаға сүйеніп қалды. Не? Әйел басын изеді. Жүрегі тоқтапты. Нұрлан бірден, қайтыс болар алдында бірдеңе айтты ма? Әйел ойланып, бір нәрсе айтты. Не? Гүлнардың қызы келсе, оған мына затты беріңдер, деді. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Қандай зат? Әйел үйіне кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін қолында шағын ағаш қораппен шықты. Қораптың сыртына бір ғана сөз жазылған. Айданаға. Айдана қорапты қолына алды.
қолдары дірілдеп тұр. Аша бер, дедін. Ол қораптың қақпағын көтерді. Ішінен ескі флешка, бір сурет және хат шықты. Хатты ашқанда бірінші жолда: егер сен осы хатты оқып отырсаң, мен енді тірі емеспін деп жазылыпты. Айдана жылап жіберді. Нұрлан оны құшақтады. Ал мен хаттың соңғы бетіне көз жүгіртіп шықтым. Сол жерде: Мен сенің туған әкең емеспін, бірақ сенің шын әкеңнің кім екенін білемін, деген сөйлем тұрды. Айдана бірден: онда кім? Деді. Біз флешканы ноутбукке қостық. Экранда бір ғана бейнефайл пайда болды. Файлдың атауы Күләшке. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Неге маған арналған? Нұрлан видеоны қосты. Экранда 25 жыл бұрынғы Саян отыр. Жүзі жас, дауысы әлсіз. Ол камераға қарап: Күләш, егер бұл видеоны көріп отырсаң, демек Гүлнардың қызы саған келін болып кірген, деді. Менің тынысым тарылды. Саян әрі қарап: сен менің неге өтірік айтқанымды түсінбейсің, бірақ сол кезде менде таңдау болмады. Бейне кенет тоқтап қалды. Экран қарая түсті. Нұрлан: бітті ме? Файлдың ұзақтығы 5 минут еді. Бірақ видеоның қалған бөлігін ашқанда, құпия сөз енгізіңіз деген терезе шықты. Айдана: құпия сөзді қайдан табамыз? Мен ештеңе айта алмадым. Сол кезде қораптың түбінен тағы бір қағаз түсті. Оның үстінде бір ғана сөйлем бар екен. Құпия сөзді Күләш біледі. Ол тек өзінің өткенін есіне түсіруі керек. Мен қағазды көргенде орнынан қозғала алмай қалдым. Өйткені менің өткенімде бір ғана құпия бар еді. 25 жыл бұрын Гүлнар жоғалардан бір күн бұрын ол маған бір баланың әкесі туралы айтып кеткен. Ал мен сол сөзді ұмытып кеткенмін. Немесе ұмытқым келген еді. Құпия сөзді Күләш біледі. Ол тек өзінің өткенін есіне түсіру керек. Сол сөйлемді қайта-қайта оқып отырдым. 25 жыл бойы ұмыттым деп жүрген бір нәрсе менің алдында қайта пайда болды. Мен көзімді жұмдым. Гүлнар. Оның жылаған жүзі. Сол күн. Жаңбыр жауып тұрған. Ол менің үйіме кешке келген. Мен оны есіме түсірдім. Күләш, мен саған бір нәрсе айтуым керек, деген еді ол. Айта бер. Егер мен жоғалып кетсем? Мен күліп: қойшы, неге бой сөйлейсің? Жоқ, тыңда. Ол қолынан ұстады. Менің балам бар. Білемін. Бірақ оның әкесі Саян емес. Мен аң-таң болып: кім онда? Гүлнар жан жағына қарады.